Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге бургерді жинап, ортасында котлетін пісіретін боламыз. Алдыңғы видеода бургердің булочкасын жасап көрсеткен болатынмын. Бургердің ортасына салынатын котлетті бауырдан дайындайтын боламын. Қойдың бауыры жақсылап жуып, видеода көрсетілгенде үлкенірек бөліктерге бөліп турап аламыз. Шандырларынан тазартатын боламыз және турап блендерға саламыз. Еттен де жасауға болады, бірақ ет жоқ болса, осылай бауырдан да жасап жіберсеңіздер өте керемет болып шығады екен. Егер де балаларыңыз бауыр жемейтін болса, осылай жасап көріңіздер. Сонымен қатар пияз, картоп, сәбіз және сарымсақтарымызды да осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Сәбіздің жартысынан көбірек бөлігін тураймыз және де осының барлығын блендерға саламыз. 2 тілім нанымызды да салып, блендердің көмегімен блендерлеп, майдалап езіп алатын боламыз. Міне кішкене үстіңгі жағы езілмей қалған болса, осылай түсіріп жібересіздер де, тағы да бір рет блендерлеп аламыз. Міне осындай масса шығады. Енді осының үстінен бір жұмыртқамызды, дәміне қарай тұз, қара бұршымызды салып, тағы да жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне осымен біздің котлетіміз дайын. Енді осыны пергамент қағаз төселген противеніміздің үстіне 2 ас қасықтан құйып жайғастырып шығамыз. Осы кезде 180 градусқа пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут аралығында пісіп шығады, өте тез піседі. Ендігі кезекте бургерімізді жинайтын боламыз. Міне барлығын осылай дайындап алдым. Қызанақ, қияр, пияз, осындай чизбургер деп аталатын сыр, және де менің жаңа пісіріп алған бауырдан котлеттерім, және соусы бұл жерде майонез және кетчупты осылай араластырып алдым. Енді міне бургердің наны осылай кесіп дайындап алдым. Толық суғаннан кейін барып қана кесесіздер. Міне осындай әдемі болып шығады. Енді үстінен соусымызды жағамыз. Соусымыздың үстінен котлетімізді қоямыз. Оның үстінен сырымызды, және де помидорымызды, қиярымызды және де пиязымызды қойып шығамыз. Үстіңгі шапкасына да кішкене соусты жағып жібереміз да қоямыз. Осымен біздің бургеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.